Балам, байқаңдар, судың да сұрауы бар. Мұнша ағыл-тегіл ғып, асты неге қорлайсыңдар? Тамызбай әй құрмағыр. Шешем көп үндемейтін адам еді. Қайсы бір кемпірлерше көзіне көрінгенді жаратпай кіржің қағатын мінезден ада, алды кең ашық жан болатын. Кеше жоқ алдыңғы күні екен-ау, иә содан бері қабақ кейісі кетпей-ақ қойды. Үйдің ішін тінтіп көріп, мін кемшіліктер еді. Ештеңеге ырзалық етпейді, әлсін күрсінеді, басын шайқайды. Үлкенімізге пәлендей әсер етпегенмен кішкене немерелерін қуырып барады. Сәт сайын сүрмеже түге, тамызбай іш көбейгір деп жекіреді. Енді міне ауызды маған салып отыр. Түсінсем бұйырмасын. Бәлкім сен бірдеңе білетін шығарсың. Осы дәмемен үлкен кісінің келініне жалтақтаймын. Ол ернін тістеп құпия бір ишаралар жасайды. Дымың ішіңде үндеме. Мен тіл қатпаймын. Бірақ кемпірдің тұспалда бақылайтуы тым жиілеп кетті. Бүгін осымен үшінші ескертуі. Балам, байқаңдар. Нені байқаймын? Тап осы үйде көшелі бері дәнеңе бөлінген емес. Төгіліп шашылып жатқан дәмде шамалы. Ауылдағыдай шарбақтарып, мал сою бізде жоқ, қатық тағы болмайды. Қадақтаған ет, бөлкелеген нан. Бұның қай жері ағыл-тегіл? Әлде келіннен бір ысырап қорлық көрді ме? Оның қисыны тіпті келмейді. Өйткені әйелімнің сыры өзіме мәлім. Жоқ, келіншегімді ешкім сараң атамайды, тек есеп-қисапты ұнататыны ғана. Шаруа ортақ қой, онсыз да қиында. Мәселен, отағасы болғандікіме бұл үйдегі ең шығыны мол жан менің өзім. Күніне 1 сом 10 тиын ақша жоям. Түскі ас 22 тиын беламор. Осыны түгел тізіп келгенде орынсыз шашпалық менен де аңғарылмайды. Бірақ зайыбым соңғы әзірде «Здоровье» журналын оңды-солды тықпалап шылымның зиянын көп әңгімелеп жүр. Несі бар, денсаулық қымбат. Сонымен қалада тұра бастаған ма, 2 ағай толған шешемнің не көріп, нені мегіздеп сөйлегенін байыптай алмаған күйім, әйелім мен шешеме кезек мөлеп басым қатады. Нақ мына тұста енелі келінді екеуі бірігіп ұғынысып қалғанға ұқсайды. Екеуі де өре тұрып, маған ұрсатын жер-жебірме жетіп тілдейтін сықылданады. Себебі мен ер адаммын. Әйел жұрты ақылдылығын көрсетпесен, кімге көрсетеді? Астананың көп азаматының қасіреті маған аян. Әдетте көбінің ауылдан келген шешелері мен қаладан тапқан сүйіктілері сыйыспай әлікке салады. Неге екені белгісіз өз басымда ондай қауіп болған емес. Дүниеде 2 әйел тіл табысса, ол менің шешем мен әйелім секілденеді де тұрады. Кешкі шайдың дастархан еді. Қағаз даңғазасы, даудамайы көп кеңсе жұмысының самай терелеткен сарсаң сағаттары артта қалды. Алда жақсы ас, жайлы төсек тұр. Барынша уайымсыз көңілді өткізетін уақыт. Амал не? Үлкен кісіміздің назары төмен. Бәріміз соның бетіне жалтақтаймыз. Талғар құзының ұшар басына тоқымдай қара бұлт қонады. Айнала балапан шыңдардың мұз қабақтары күнге шағылысып сәуле шашады. Бірақ бүкіл Алатау аумағы ашылып кете алмайды. Тау бүктесіндегі қарамызға төгілген нұрдың өзі анық жарқырамай, жастықана күңгірт бозарады ғой. Біздің кәрі талғарымызда дастархан басына нақ сондай әсер таратады. Ессіз, ерке сәбилер титте алақандарымен ауыздарын басып тұншығып келеді. Менің аннан мұннан сүйреп қистырып айтқан әңгіме әзілім елескерусіз қалғандай. Мұрнын тұжырта берген соң сөзді бір жола тыйғанмын. Ауыр бір минуттар өтіп жатты. Шеше алдында батыл, үн қаталатын жалғыз мен едім, менің аузыма сөз түсер болмады. Анау-мынау сөздің қаде келіспайтынын жаңа ғана көрдім. Осыны сезінген сайын рухын құлап, тіпті бірдеңе айта қалсам, 2 сөздің басын құрай алмасыма күмән ететін сияқтымын. Әрі кез біткен маған қарап жаудырейді. Бәрі менен бірдеңе күтеді. Әлде бір әңгімені қойып қалсам, ешқайсының батыл қып қостай алмайтынына да сенем. Одан бетер қысыла қысқара түсем. Дәл міне осы сәттегі тыныштық ат басындай алтын болса да жылт еткен күлкінің жез аймағына айырбастар едім. Отбасының бағы тыныштық дегенді талай естіп едім. Ал адамның бақытты болуы үшін бұл сөздің мұншалықты тар мағыналы екенін тұңғыш мәрте қазір түйсіндім. Бір кемпірдің қабағына бола бәрін салбарып не көрінді дерсіз? Кісінің қабағы біз үшін қабақ емес аспан. Оның көңіл көгіне ойнап шыққан шүйке бұлттың көлеңкесі бәрімізге жетеді. Міне түгел қараңырап қоңырайып отырмыз. Аспанды бұлт алса желге сенесің, көңілдің бұлтын кім айдар? Сонымен бір үйлі жан булығып қалдық. Әйтеуір осы отбасы бір оғаштық етті. Әйтеуір біріміз жазықтымыз. Қайсымыздан кетті? Шіркін айтып өлтірсе ғой. Келесі минутта біздің шаңыраққа біткен менен кейінгі жалғыз ұл 8 жасар Серікбол өз-өзінен қорқып қуыстанып отырып бір үзім нанды түсіріп алды. Нан тура менің аяғымның астына құлаған екен. Мен еңкейіп үлгеремгенше шешем жерден жұлып ап
бірер үрледі де аузына салып жіберді. Ерлі-зайыпты екеуміз бір-бірімізге қарадық. Кәдімгі көп балалы үйдің күтімсізде ұсталған орындықтары бір-бір сықырлап басылған. Келіні шыдамады білем. Апа, біз балаларға жерге түскенде жегізбей үйретіп едік деп салды. Жаным қылп етті. Жалма-жан кесемді қисайта тастап, түріп кетуге ыңғайлана бергем. Шешем білезікті қолмен ауаны бір сызды. Қозғалма. Сасқаным шығар, мына сөздердің аузымнан қалай шыққан әлі күнге түсінбеймін. Әйтеуір, рас жерге түскенде жегізбеуші едік деп әйелімнің сөзін іле қостағанын шошына бүкіл төбе құйқаммен сезіндім. Бір қатені түзетем деп екіншісін жібергенімді мойындағанда берекем тіпті ұшты. Бірақ үлкен кісі бұның күлкісінен басқаша бір күтпеген мағына тапты. Балам, деді ол, ер адамға бітер ауыр шекелі басын изеп-изеп жіберіп. Бұның өте дұрыс балам. Алыс жерде жүргенде ауыз бірлік керек. Өстіп біріңнің сөзіңді бірің қолдап жақтап отырғандарың жақсы. Мен күдіктеніп қалдым. Нақ осы көмбенің астында ащы кекесін жатқан жоқ па екен деп күдікпен кемпірдің жүзіне үңілдім. Жоқ, шын сөзім балам, кекетіп мұқатып қайтейін. Бірің ұлым, бірің қызымсың. Әркім пейілінен табады ғой. Әлпештеп күтіп жүрсіңдер, рахмет деп бір тоқтады. Ана көкірегінің арғы түкпірінде үлкен бір сырдың әлденендей салмақты бірдеңенің жатқанын осының өзінен ақ аңғарғандай еді. Мен тағы да іш жидым. Келіншегімнің бойын секем сақ ұстағанына қарап, оның да жөнде ештеңе ұқпағанын, ол да өзі ұқсап, күтілмеген ауыр бір жағдай жайсыз әңгіме тосып, қарайлай қалтырап отырғанын сонда түсіндім. Кемпірдің қалай да бір нәрсе қозғауы анықты. Әйелімді қайдам, маған үлкен кісі қазір қалаларын құрсын, ауылға көшіңдер деп қиылықты салатындай көрінді. Өйткені өзім оқу бітіргелі бергі 10 жылда талмай үгіттеп қалаға келуге әзер көндіргем. Келіні тағы да шыдамсыздық жасады. Апа, қайсымызға ренжідіңіз, не болды? Әлде балалар тіре алмады ма? Айтқаныңды ұқпаса, шыбықпен шапалақ бар жосытып жібермейсіз бе? Осынша орынды сыпайы естілгенмен бұл сөздердің астарында анаға тән осалдық, баланы қорғау, соның ісіне кешірім сұрауды тілеген кәдуілгі итаршы пиғыл жатқанды. Шапалақ пен шыбықтың тек енесінің көңіліне бола қыстырғанын сезе қойдым. Мұны үлкен кісі де жазбай танып күліп жіберді. Атай көрме шырағым, сәбилерді шырқыратып нем бар, заманына қарай баласы бақыттарынан көрер. Шүкір, балалар менің төкпеш, түсірмеже дегенімді ұғынып келеді. Одан артық не сұраймын? Кінә сен екеуіңде ме деймін? Көңілдеріңе келмесін, менің әңгімем қысқа. Мені ана деп білетін болсаңдар, айтатын бір тілегім, айналайын асты қадірлеңдер, деді. Келін екеуміз жеңілейе күрсіндік. Манада маңдай жиырған режіштің бар салмағы осақ па? Тамақты кім қадір тұтпайды? Тух, сода қайғы бопты. Жоқ балам, деді кемпір. Мен селк еттім. Жоқ балам, байқауымша кінә сенде. Сен ғой жерге түскенде жегізбей үйреттім деп кергейсің. Мақұл болсын. Ал жерге түсірмей жеуді неге үйретпедің? Осы қалаға келгелі мына көзім көріп жүр. Үйлерінің іші сырты түгел нан, нанның қиқымы. Қоқыр салған шелектерінде де нан, жуындыда да нан. Әлгі күлме сыпырынды ма немене, соны төгетін жерлерінде де нан. Міне сен жерге түскенде жегізбеймін дейсің. Соны да сөздеп сөйледің бе? Нан жерге түссе де нан. Бұл кісі кімге кейсін? Сөз естейтін мен болатыным аналы балалы екеумізге де белгіледі. Сондықтан тағдыр үкіміне мойын түсіп бұға түсім. Бас қадірі азамат абыройы сықылды, ұрт көріп шығатын кердең сөздер кемпір алдында қиқымнанмен бағаланады. Үй жандарының әсіресе 2-3 кластық қана түсінігі бар балаларының алдында ақымақтығымды мойындағым-ақ келмейді. Шарағайсысы, өзі азғана беделдің қалған жартысын қанағат тұту, ендігі абырой сол сияқты. Іңір шайы мана ішіліп біткен, кесе шыныларды бір-бірлеп балалар жинап тауысты. Дастархан шетінде жалғыз тастап ақша. Столдағы нан қиқымын сыпырып соған салған, ана жаққа кетуге батпай келіні отыр. Біле білсең, нанның бір аунап түскен жерін басудан именер едің сен. Мен сендердің үйге киетін тақасыз кебістеріңнің табанын көріп тәубадан қайттым. Бүгін күні бойы бітірген шаруам сол, табандарыңа талайдан жабысып қатып қалған нанды алуға тырнағымның әлі жетпеді. Пышақпен қырып тазарттым. Төсеніштеріңнің әр жеріне жабысқан нанға қайнаған су құйып жібіттім. Тырнадым, сүрттім, әйтеуір кетірдім. Мұның бәрін мен буын-буыным қалтырап жүріп әрең атқардым. Жо-жо, кәріліктен, аурудан емес, буыным қорыққаннан қалтырады. Иә, нанның қасиетінен қорықтым. Осы қазірде сүйек-сүйегім сырқырап отыр. Ал манағы бір кезде төбе құйқам тал-тал шашымның ұшына шейін шымырлап еді. Шүкір, уақыт жақсы.
ел күйленді, күйліміз дедің сен кеше. Тап ауылдағы жұрттан өздерің сұрап оқымаған қараңғы елден асып кеткен дәулеттерің жоқ, шырақ, таласпаңдар. Мұны мен сендердің көтеріңкі көңілдеріңді басу мақсатымен айтпаймын. Тіпті олай ойласам да ешкімнің алдында күнәкар боламас едім. Немене, сендердің көңілдерің наннан биік пе? Сен нанды аяққа басқанда ұялмадың ғой. Сен бала, өз құның сонша білесің бе? Менің мойным тершіп жүре берді. Екі құлағымның қалқан шеміршектер зың-зың дыбыс шығаратын тәрізді. Екі алақаныммен баса қойдым. Не айтқанын ажырата алмадым. Келіні күңк-күңк сөйлеп, нан қиқымы салынған тас табақты ұстап, ас үйге кетті.